Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз растрлық кескіндерді өңдеу. Алдымен ойланайық, растрлық кескіндер деген не? Қандай растрлық суреттерді білесің? Бүгінгі сабақта үйренетініміз растрлық кескіндерді өңдеу. Paint редакторында түрлі дайын фигуралар арқылы суреттер салуға болады. Фигураларды басты мәзіріндегі құралдар тақтасынан аламыз. Paint программасында қарапайым фигуралар және ерекше фигуралар бар. Фигураның стилін қалай өзгертуге болады? Фигураның стилін өзгерту үшін фигуралар тобындағы контур батырмасы мен стиль таңдаймыз. Контурдың өлшемін өзгерту үшін қалыңдық батырмасын басып, сызықтың өлшемін таңдаймыз. Түстер тобынан түсті таңдау арқылы фигураны бояй аламыз. Түс 1 негізгі түс, бұл контурдың түсі. Түс 2 фонның түсі. Түс стилін өзгерту үшін фигуралар тобындағы құйып бояу батырмасы арқылы стилін таңдау керек. Мына суретте стилді таңдау, құйып бояу батырмалары берілген. Симметриялы нысандардың суретін қалай саламыз? Симметриялы суретті Paint редакторында салуға арналған құралдар бар. Олар кірістіру, қиып алу, көшіру, ерекшелеу, қию, өлшемін өзгерту, бұру. Ең алдымен суреттің бір бөлігін осылай салып аламыз. Енді суреттің көшірмесін алуымыз керек. Ол үшін ерекшелеу батырмасын басып, ерекшелеп аламыз. Көшіру батырмасын басып, алмасу буферіне көшіреміз. Көшірілген суретті қою батырмасы арқылы қоямыз. Суреттің бөліктерін қалай бұруға болады? Суреттің бөліктерін бұру құралы арқылы 90 градус немесе 180 градусқа бұруға болады. Ол үшін басты тіркеме бетінен кескін тобындағы бұру батырмасын шертіп, қанша градусқа және қай бағытқа бұру керектігін таңдаймыз. Суреттің фрагменттері бір-бірін жаппау үшін суреттің фрагментіне ерекшелеу, мөлдір түспен ерекшелеу командасын қолдану керек. Барлық фрагменттің бағытын өзгертіп, мөлдір түспен ерекшелеуді қолданып, оларды мына суретте көрсетілгендей ою-өрнектің бірыңғай симметриялық суретіне біріктіреміз. Фигураны ізін қалдырып қалай көшіруге болады? Алдымен фигураны, мысалы оюды саламыз. Егер фигураны ерекшелеп, Ctrl пернесін басып, оны жібермей тартсақ, онда фигураның бөлек тұратын көшірмесін сызамыз. Ал егер ашық түспен ерекшелеу арқылы фигураны белгілеп, Shift пернесін баса отырып, кез келген бір бағытта тартсақ, онда фигураны ізін қалдырып көшіреміз. Растрлық графикада суреттерді салып, өңдеумен қатар мәтіндер енгізуге және қағазға басып шығаруға болады. Мәтін жазу үшін құралдар тақтасындағы мәтін батырмасын басамыз. Салынған суреттерді қағазға басып шығару үшін файл, басып шығару командасын орындаймыз. Суретті қағазға басып шығармас бұрын, қағаз бетінде қалай орналасқанын алдын ала көруге болады. Енді балалар, осы өткен тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап берейік. Растрлық суреттерді өңдеуге бола ма? Paint программасында қандай фигуралар бар? Paint программасында суретті қанша градусқа бұруға болады? Суретті қағазға қалай басып шығарамыз? Суретке мәтінді қалай енгізуге болады? Келесі тапсырма себебін анықтайық. Неге фигураның стилі өзгертіледі? Неліктен суреттің үзінділерін бұрамыз? Салынған суретке не үшін мәтін енгізіледі? Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз.
Гүлдің суретін сал. Оның суретін белгілеп, бірнеше көшірмесін жаса. Гүлдерді әртүрлі түске бояп, түрлі бағыттарға бұрып суретті өзгерт. Талдап салыстырайық. Ctrl және Shift пернесін басу арқылы жасалған сурет көшірмелерінің айырмашылықтары қандай? Мына тапсырманы дәптерге орындаймыз. Құралдар тақтасындағы дайын фигуралардың атауларын дәптерге жаз. Келесі тапсырма үйге орындаймыз. Сен Қазақстанның қандай танымал суретшілерін білесің? Ақпарат тауып, дәптерге әрқайсысы туралы қысқаша мәтін жазып кел. Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.